Сәлеметсіздер ме? Шығыс Қазақстан облысы Ыржар ауданы Ыржар колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесі жоғарғы санатты тарих пәнінің оқытушысы Қаратай Гүлназ Шакеровна. Сабағымыздың тақырыбы Алтын Орда мемлекеті. Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығына арналған. Сабақтың білімділік мақсаты: Алтын Орданың құрылуы, Алтын Орда жошы ұлысының орнына құрылған алғашқы мемлекеттердің бірі екендігін түсіндіру. Дамытушылық мақсаты: оқушылардың өздігінен жұмыс істеу арқылы олардың ой өрісін дамытып, өзіне деген сенімін арттырып, пәнге деген қызығушылығын арттыру. Тәрбиелік мақсаты: отанын сүюге, тарихи ескерткіштерді қадірлеп, батылдыққа, ерлікке, ұлтжандылыққа, шығармашылық арқылы баулу. Алтын Орда мемлекетінің құрылуы. Қазақстан аумағы 3 моңғол ұлысының құрамына енді. Жошы ұлысы ертістен батысқа қарайғы ұланғайыр жерді, Жетісудың солтүстік бөлігімен бүкіл Дешті Қыпшақты, Еділдің төменгі бойын қоса алып жатты. Шағатай ұлысына оңтүстік және оңтүстік шығыс Қазақстан. Үгедей ұлысына Жетісудың солтүстік шығыс бөлігі қарады. Алтын Орда орта ғасырларда 1243 жылы 1503 жылы Шыңғыс хан империясының құрамында Дешті Қыпшақта құрылған түрік мемлекеті еді. Мемлекет жерінің аумағы 10 миллион шаршы километрден асты. Құрамында Ресейдің Европалық өңірі, Балтық теңізінің шығысындағы өлкелер, Польша, Мажарстан, Балкан елдері, солтүстік Кавказ, Хорезм, шығыс және батыс Дешті Қыпшақ жерлері енді. Бату хан тұсында мемлекет астанасы Еділ бойындағы Сарай қаласы болып, 1243 жылы құрылды. Кейін Берке сарайында Сарай әл-Жадид көшірілді. Алтын Орданың гүлденуі. 13-14 ғасырларда Алтын Орда күшті мемлекет болды. Жошы өлген соң оның орнына ұлы Батый 1242-1256 жылдары отырды. Алтын Орда Моңғол империясына тәуелді болды. Берке ханның 1256-1266 жылдар тұсында тәуелсіздігін жариялады. 14 ғасырдың бірінші жартысында Өзбек хан 1312-1342 жылдары және Жәнібек хан 1342-1357 жылдар аралығында хандар тұсында мемлекет күшейді. Батыс Еуропа мен Кіші Азия, Египет, Үндістан, Қытаймен сауда қатынасы дамыды. Мөңке хан 1266-1280 жылдары өз атынан теңге шығарды. Жәнібек хан 1342-1357 жылдары, Өзбек хан 1312-1342 жылдары исламды мемлекеттік дін етіп жариялады. Алтын Орданың хандарының бейнесін көріңіздер. Жошы хан, Берке хан және Жәнібек хандар. Батый ханның жорығы. Батысқа жасалған жорық 7 жылға созылды. 1236-дан 1242 жылдар аралығында созылған. Осы жорықтар нәтижесінде батыс елдерін жаулап алып, Алтын Орданың шекарасын батысқа қарай кеңейтіп, күшейе түскен. Осыдан кейін солтүстік Кавказ, Орыс князьдіктері, шығыс Еуропа елдері, Қырым бойы. Алтын Орданың қоғамдық құрылысымен танысыңыздар. Ордада ұлыстық жүйе қалыптасып, Батый хан тұсында мемлекет екіге бөлінген екен. Оң қанат Батый ханның билігінде, сол қанат Орда Ежен хан билігінде, жошының үлкен баласы. Басқару құрылымен танысайық. Сұлтандар ханнан кейінгі әлеуметтік басқарудың ең жоғарғы тобы. Құрылтай ақсүйектердің жалпы империялық жиналысы болды. Құрылтайда хан жариялау және таққа отырғызу рәсімдері жасалды. Диуан ең жоғарғы атқарушы орган. Қаржы, салық мәселесін мемлекеттік ішкі істерін басқарды. Бекілербек әскери істерді басқарушы. Уәзір азаматтық істі басқарушы. Мәлік азаматтық басқару билігін жүргізушілер түрік әулетінен болғаны
талап етілді. Даруғалар салық жинады, халық санағын өткізіп, әскер жинады. Байланыс қатынасын ұйымдастырды. Басқақтар басқару қызметін атқарды, әскери бақылау жүргізді. Білікшілер, хатшылар, іс қағаздарын жазушылар, нояндар, бектер, әмірлер, баһадүрлер, әскербасылар. Феодалдық жер иелену түрлерімен танысайық. Інжу, шығыс әулетінен шыққан билеушілерге берілетін үлестік жер. Сойырғал, әскер мен азаматтық қызмет атқарғаны үшін шартты түрде сыйға берілген үлестік жер. Вакыф, мұсылман дінбасыларының жерлері. Милк, жер иеленудің жеке меншік түрі. Тархандық құқық, үлестік жер иелерінің мемлекет пайдасына жиналатын салықтан босатылып, өз пайдасына салық жинауы. Тағар, әскерді азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін жиналатын егін және мал салығы. Ұшыр, мал салығы. Харадж, егіншілерден жиналатын салық. Зекет, дінбасыларына берілетін мал салығы. Қолөнершілер мен саудагерлерге де салық салынған. Авайз, төтенше салық. Әскери міндеткерлік, 10 түтіннен бір жауынгер әскерге алынып отырған. Алтын Орда көп ұлтты мемлекет болған. Ең көбі түрік халықтары. Қыпшақтар, наймандар, қаңлылар. Басқа ұлт өкілдері де болған. Бұлғарлар, мордвалар, хорезмдіктер, черкестер, орыстар. Алтын Орданың халқы татарлар деген атау алған болатын. Шаруашылығы. Түркі тілдес тайпалар мен моңғол тайпасы көшпелі мал шаруашылығымен айланысты. Олар көбінен жылқы малы мен қойды өсірді. Өзен-көл алқаптарында отырықшылық мал шаруашылығы мен егіншілікпен қолөнермен айланысты. Егіншілікпен шұғылданған тайпалар көбіне ірі қараны өсірген. Алтын Орданың әлсіреуі. 14 ғасырдың екінші жартысында Алтын Орда ішінде алауыздық күшейді. 1357-1380 жылдар аралығында 20 хан ауысты. 14 ғасырдың 60 жылдардың өзінде мемлекеттің астанасы сарайда бір жылдың ішінде 4 хан ауысты. Ішкі саяси жағдай әлсіреді. Бұны тарихта ұлы дүрбелең кезеңі деп атайды. Осындай ішкі талас тартыстан әлсіреген Алтын Орда 1380 жылы Куликово даласында Мамай хан басшылық еткен әскер Дмитрий Донской бастаған орыс әскерінен жеңіледі. Осы шайқастан кейін Алтын Орда мүлде әлсірейді. Бұл әлсіздікті пайдаланған Жошы ханның екінші бір ұрпағы Тоқтамыс Әмір Темірдің көмегімен Алтын Орданың билігін өз қолына алған. Алтын Орда 15 ғасырдың ортасында Ақ Ордаға, Қазан хандығына, Ноғай ордасына, Қырым хандығына, Астрахан хандығына және Сібір хандықтарына 6 мемлекетке бөлініп кеткен. 1502 жылы соңғы билеушісі Шейх Ахмет өлгеннен кейін Алтын Орда мемлекет ретінде жойылды. Тыңдағандарыңызға рахмет.